Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Эфирде бүгінгі әңгіме хабары. Біздің қонақжай студиямызға бүгін тағы да бір ерекше қонақ шақырып отырмыз. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгінгі әңгіменің бүгінгі қонағы Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығы, полиция полковнигі Ералы Мұсаәліұлы Жұмаханбетов. Қош келдіңіз. Құрметті Ералы Мұсаәлі Жұмаханбетов, өзіңізде осы өткен жылы елбасымыздың жарлығымен Шымкент қаласы өз алдына дербес мегаполис қала болып аталған берді. Осы қызметке келгеніңізге де шамасы бір жылдың жүзі болып қалды. Енді алғашқы әңгімемізді осы аралықтағы өзіңіз басып болып келгелі бергі осы саладағы атқарылып жатқан жұмыстарға қысқаша бір тоқталып кетсеңіз. Келгелі бері бір жылдай уақыт болды. Енді сол уақыттың ішінде мен ойлаймын, мынау барлық қылмыс саны 15%-ға азайды. Одан кейін болған қылмыстардың ашылу саны 4,5%-ға көбейді. Енді қалған біздің енді цифрлап берген бағаларымыз ғой өзіміздің статистикамен. Ал енді қалған бағаны ел берсін бізге. Көшеден халықпен сөйлесіп, солар берген дұрыс болады деп ойлаймын. Өз-өзімізді отырып мақтаған енді ыңғайсыз болар. Біздің статистика жаңа цифрлы жағдайымыз сондай. Бұл жөнінде де өзіңіз ел алдында биылғы жылы есеп берген кезіңізде де айтылды. Дұрыс айтып отырсыз. Ол жердегі Шымкент қаласының тұрғындары қатысқан үлкен есеп беру жиынында осы мәселелер айтылды. Оң нәтижелер болып жатқан белгілі болды. Сол жиындарға қатысқан халық та, тұрғындар да осы біздің білуімізше сіздердің жұмыстарыңызға оң бағасын бергені анық. Дегенмен енді бұл полиция саласында жұмыстар жақсы жүргізіліп жатқанын деп айтуға болады. Енді қазіргі таңда өзіңіз білесіз, полиция қызметінде жаңа реформалар жүргізіліп жатыр. Осы реформалардан біз қандай өзгерістер күтеміз? Бұл реформалардан біз өзіміз көп өзгерістер күтеміз болады деп ойлап отырмыз. Ең бірінші басты мәселе ол ашықтық полицияның. Елмен етене жұмыс істеуі. Мен анада айтып кеткен едім, ашықтық, ол адалдық. Сол кейбір сұрақтарда елмен бірге келісіп отырып шешілетін мәселелер. Енді ол біздің шешіп жатқан мәселелеріміз бар, бізге қатысты мәселелердің бір елдің мәселелері ғой. Олармен ақылдасып шешкенге не жетсін. Келісіп пішкен тон келте болмайды. Атамыз айтып кеткендей. Сондықтан біз сол барынша келісіп, ортақ шешімге келіп, бар мәселелерді шешіп жатырмыз деп ойлаймын. Өйткені оның әсері де мен ойлаймын, алғашқы кезде азаматтарды қабылдау күндері 50-ден астам азаматтарға дейін келіп жүрді. Бір күнде сол 10:30-11:30-ға дейін отырып түнде болса да, сол азаматтардың әйтеуір сұрақтарын шешуге тырысып, бәрін қолымыздан келгенше көмектескенбіз. Бұл қазір бірте-бірте азайып кетті. Қазір енді 25-20-ға түсті. Мен ойлаймын, осының өзі жетістіктеріміз деп. Елдің мәселесін, мұңын шешілмей тұрған шешімдерін тауып жатыр ғой деп. Дұрыс айтасыз, Ереке, мынау біз өзіміз журналистер болған кейін елдің, жұрттың алдында өздеріңіз сияқты көп шығамыз, көптеген пікірлерді естиміз. Негізінен журналистер өзіміздің әріптестер көп адамдарды мақтай бермейді. Бірақ сол мақтаулардың ішінде жасыратын жоқ, осы Шымкент қаласы полиция жұмысының басшылығын етіп отырған сіздің атыңыз аталады. Мұның себебі, жаңа өзіңіз айтқандай, ашықтық қой деймін. Көп жерде тағы айтайық, жасыратын жоқ, осы шағын әкім қаралардың өзі кейбір жағдайларда елдің алдына шыға бермейді. Ал сіз елдің алдында жүресіз. Қалай уақыт табасыз? Мұның сыры неде? Елмен бірге, елге қызмет жасағаннан кейін елмен бірге болуымыз керек. Біздің басты мақсатымыз осы елге қызмет жасап, қоғамдық тәртіпті сақтау. Содан кейін елден бөлек тұрып, олардың ішінде жүріп, олардың пікірлерін, ойларын, одан кейін жаңағыдай орысша айтқанда наболевшие вопросы дейді ғой. Ойында жүрген олар білмесек, оны біз қалай жұмыс істейміз? Осы халыққа қызмет жасайтын болғаннан кейін. Осы сұрақты мен өзі қазір
үшінші рет естіп отырмын. Маған ана күнде де сіздің әріптестеріңіз айтып еді, сіз көшеге шығып жүре аласыз ба деп. Мен ойлаймын, Шымкент қауіпсіз қала, мен көшеге шығып жүре аламын. Менің кішкентай балдарым бар. Қолым босаған кезде мынау жексенбі күндері түстен кейін мен киноға барамын. Оларда енді семьяға бармыз ғой, менде семьям бар. Соны көшеге алып, Арбатқа апарып, киноға апарып сөйтіп жүрмін. Ол енді халықпен жүрген екен ол жерде. Егер мен ойлаймын, адам адал қызмет жасап, ашық болса, халық та біледі. Енді көп жерде келіп амандасып жатады, мен танымайтын жігіттер. Сіз пәленшесіз ғой дейді. Я пәленшемін. Кейбір жігіттер, қыздар жаңа суретке түсейік деп, пожалуйста. Енді мен анада бір қасымда жолдас жігітім дейді, сен сұрап алмайсың ба кім екен деп. Айтып, не қыламыз, осы қаланың азаматы болғаннан кейін бәрі бірдей емес па? Енді мүмкін басқа оймен түсіріп отқан шығар. Енді оның өзі біледі, әркім өзіне байланысты. Дұрыс айтасыз. Енді біздің де осы кейінгі өсіп келе жатқан жас буын әріптестеріміздің сөзінен сізге тағы бір айта кетсем, осы журналистер болған кезде сіздерге барады, сіздермен сұхбаттасады, соларды келіп жатыр. Осы Шымкент қаласының полициясының басшылары руханиятқа тым жақын азаматтар екен дейді. Бұнда сіздердің үлкен әңгіме бар. Әдебиетке де, шығармашылық салаға да жақын екен дейді. Мен оны өзімді өз басым көрдім. Сіздер арнайы осы әдебиетке, шығармашылық салаға, руханиятқа арнайы өздеріңіз көңіл бөлесіздер ме жоқ, ізденіп оқисыздар ма жоқ, әлде басқармада департамент осы жөнінде сабақтар өтіп тұрсыздар ма? Әңгіме. Бұл енді мен ойлаймын, анау семьяда тәрбие, мектептегі тәрбие, одан кейін жоғарғы оқу орындағы тәрбиелердің бәрінде адамда кірпіш болып қаланады. Соның бәрі. Сөйтіп ойлаймын мен. Енді біздің Абай атамыз бар ғой, сенде бір кірпіш дүниенің орныңды таптап бар қалан деп. Сол сияқты осы қазіргі біздердің руханият деңгейлеріміз, біздің полицейлердің деңгейлері ол семьяда қаланған, одан кейін жаңағыдай мектепте, жоғарғы оқу орындарында енді әркімдікі әртүрлі қаланады. Енді әртүрлі деңгейде болады деп ойлаймын енді. Сондықтан одан кейін бізде көп ол апта сайын сабақ өтеміз. Сол кезде мысалға 1 сағат уақыт бөлінсе, соның 15 минуты әлемдік жаңалықтарға, одан кейін бөлініп жатқан нәрселерге, одан кейін бір өзіміздің біз әдет-ғұрыпқа, орысша айтқанда этикаға да көп көңіл бөлеміз. Қалай киініп жүру керек екен, қалай сөйлеу керек екен, азаматтармен қалай барған жерде қалай сөйлесіп сұхбаттасу керек екен. Енді мысалға өзімізде айтамыз, енді бәріміз мұсылманбыз ғой. Мен енді өзім жігіттеріме де айтам, Европа елдеріне бір жаққа барсаңыз, көрсе бетіне қарасаңыз болды, амандаса салады. Мен де өзіміздің полицейлерге де сөйтіп айтып жатырмыз. Хадис бар ғой, мысалға хадис бойынша, егер бірінші амандасқан адамға 99-100 сауап болса, сол 99 сауабы бірінші амандасқан адамға келеді. Бірақ сауабы қабылдаған адамға. Сондықтан жігіттер, мынау біздің мұсылмандық жағынан да, адамгершілік тұрғы жағынан да, біз енді халыққа қызмет жасап жатқаннан кейін даже көрсе амандаса салу, немесе оны тану керек. Ол негізі шағымданып келмеуді мүмкін. Енді көшеде көргенде, енді баяғыда советтің кезінде болды ғой, дядя Степа деген мультфильмдер болды. Сол кісілер ұқсап, мысалға біздің де полицейлерді қазір енді 80-90% өте жұмысты өз орнын тапқан жігіттер. Оның ішінде, конечно, болады бір 10-15% бар, соларды тәрбиелеп, өз қатарымызға келтіріп, енді сол жағынан да үйретіп жатырмыз. Одан кейін мен өзім кітап оқығанды жақсы көрем, қолым босса кітап оқимын. Бұрын оқыған кітаптарды, мысалы көшпенділерді қайтадан оқып жатырмын қазір. Ақиқат пен аңыз, Бауыржан атамыз туралы. Соларды. Одан кейін енді шетелден мысалға мынау Трамптың өздерінің «Будь чемпионом, я чемпион» деген кітаптар бар. Одан кейін Черчилльдің кітаптары бар мысалға. Соларды оқыған дұрыс көремін. Өте жақсы екен. Мінекей мәселе қайда жатыр деген бір әңгіме болушы еді. Енді адам бойындағы жүрегі жылы адамдар, яғни халыққа да сондай жылылық көрсетілетінін сіз танытып келатсыз. Мына өзімізде кез келген саланы, кез келген азаматты бас салып, ой жариясын мақтай бермейтін адамдардың
қатарында едік. Бұл енді рас екен. Үлгі болғаны өте жақсы, үлгі алатындай емес. Енді осы үлгі дегеннен шығады. Құрметті Ереке, өзіңіз білесіз, жақында ғана енді елімізде осындай үлкен бір қасіретті оқиға орын алды ғой енді. Халық арыс халқын айтамыз. Одан кейін бәріміздің де басымызға нәубет болған ақиқат. Енді ашынған халық, ызаланған халық, күйі аздап кеткен халық ашу ызаға берілетіні белгілі ғой. Мен айтайын деп отырған өткендегі мынау сол халықтың көшеге жаңағыдай кішкене бір түсініс бетіне бір шарамен шығып кеткен кезінде сіз өзіңіз басы қасында болдыңыз, осы полицияның осындай ашынған халыққа өте бір әдепті түрде жұмыс істеуге болатындықтың үлгісін көрсеттіңіз. Оны айтып отырған жалғыз мен емес, ел жұрт солай деді. Барша еліміздегі полиция үлгі болатын іс болды. Осыған сөз естісіздер, әртүрлі ашу ызаға шыдадыңыздар, төздіңіздер. Осыған қалай бардыңыздар? Енді ешқандай полиция тарапынан оғашқылық көрсетілген жоқ. Енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Ол жерде мысалға ол арыстағы кісілерде өзіміздің ағайындарымыз, осы елдің азаматтары. Енді осындай елбасына күн туғанда енді оларды да түсінем. Кішкене ашу ыза болады, кейбір адамдар түсінбеушіліктері болуы мүмкін. Содан кейін енді кейбір жерде арандатушылықтар да бар. Содан кейін жаңадегі ол шеруге шыққан болды, көрдік. Енді ол жерде өздері ана жақтан үйлерінен қашып, осындай бас сауғалап келгенде, біз енді олардың қолын қайырып, полицияға сүйреп жатқанымыз ыңғайсыз болды. Содан кейін ол жерде түсіндіріп айттық. Сіздер мынау ашуларыңызды түсінеміз, бірақ сіздер абайлаңыздар, мынау арандатушылыққа кетіп қалмаңыздар, біз қараймыз. Сөйтіп ол жердегі жігіттерді түсініп, ол арандатушылыққа олар да бізбен бірге, мен ойлаймын, бәріміз бірлесіп жұмыс істедік ол жерде, халықпен бірге. Енді әрине олардың ішінде арандатушылар да болды. Жаңағы енді жол жауып қойған кезде мен де айттым оларға, жігіттер, мынау қоғамдық көліктің ішінде отырған сіз сияқты адамдар. Кеше олар сол қоғамдық көлікпен сіздерге су тасыды, нан тасыды, киім тасыды, қолынан келгенше көмек берді. Оларға кедергі жасамайық деп. Сондай жағдайды ойладық. Енді кейбіреулер түсінді, кейбіреулер түсінбеді. Одан кейін құрсын ары қарай ушықтырмайық деді. Біз қалаға ешқандай зиян келтірген жоқпыз. Ешқандай автобустардың, көліктердің графигі бұзылған жоқ, жан-жағынан өткізіп жібердік. Оның кезде ол жігіттерге де айттым. Жігіттер ренжімеңдер, міне біз сыртынан өткіземіз. Сіздер ойлап қалмаңыздар, мына жерде ол бір неғылмайсыздар деп. Енді сол жерде көп жігіттер түсінді, көп кісілер түсінді, әйел адамдар да, үлкен кісілер де жүр. Олар бәрі көбісі түсінді. Кейбіреулер енді мен ойлаймын, жаңа арандатушыларға еріп кетті ғой. Енді қазір енді ел біліп отыр, олардың ішінде де арысқа қатысы жоқ. Адамдар жүрді, жаңағы әртүрлі әңгімелерді айтып, енді кейіннен олар жүргеннен кейін жүрейік деді, мынау ішіміздегі шерімізді тарқатайық келістік. Одан кейін алып жүрдік, анау Нұр Отанның алдына келгенде өздеріңізді көрдіңіздер, жасыратын не бар, анау туды жуғысы келді, осы қаланың тұрғыны, ешқандай арысқа қатысы жоқ. Маған айтты, мен жылайын деп едім деп, кейіннен енді кешірім сұрап елдің алдында сөйтіп отыр. Ал енді сол кезде мысалға одан кейін біреулер барып жаңа Нұр Отанның есігін ашпақшы болды. Біз уақытында барып артына кеткенде тәртіп бұзбаңдар, алдына тұрып алдық. Енді сол жерде мысалға біреулер су лақтырды, тас лақтырды полицияға қарап. Сонда да біз шыдадық, мынау арандатушылыққа деп. Ана жігіттерді шақырып айттық, міне мыналарың дұрыс емес, мынау арандатушылық жасап жатыр деп. Одан кейін олар ары қарай келіп, мынау Әл-Фараби алаңына келіп тұрды ғой. Сонда мысалға біз қоршап тұрдық. Сол кезде де ол жігіттермен түсіндіру жоқ, қаланың әкімі келді, бәрі жабып, жан-жақтан түсіндірме жүргіздік. Ол кісілерде ол жерде біздің менің енді әркімнің ойы әртүрлі болуы шығар. Менің өзім ойлағаным, сол жерде енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Мысалға сол жерде жазықсыз жандар. Мысалы біреу көруге келеді, біреу бірдеңе естіп келеді, біреу көмектесейін деп келеді. Ол жерде жаңа арандатушылар сол жазықсыз жандарды тартып, зиян тиіп кете ма, біреудің қаны төгіліп кете ма, соған
қатты уайымдадық. Енді ол қазір отыра қалып ештеңе болған жоқ. Мен осындаймын деп айту, ол мен ойлаймын, ол артықкершілік болады. Конечно, ол жерде болдық, толқыдық та, переживать еттік. Жүрді, енді бірақ мен ойлаймын, екі жақ түсініспеушілік основной жаңағы негізгі барған арыстың кісілермен біз тіл табыстық. Ал шет жағында болды, енді ана жерде біз енді қазір бәрін білеміз, олардың қандай арандашылық жасағандарын, жаңағы халықты теріс қимылдарға итермелегендерін, ананы тыңдамаңдар, бармаңдар деп сол жерде сыбырласып жүрдік. Оны айттық, түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Енді ол жерде де түсіндірме айттық. Енді мынау қала халқы қанша күн сіздерді күтті, енді оларға сіздер кедергі жасамауларыңыз керек. Былай айтқанда, неудобство жасамауларыңыз керек. Мысалға, енді біз қонақжай халықпыз ғой, үйіңізге біреу келсе де, жаңағы қанша жақын болғанмен де сіздің өзіңізге де, бала шағаңызға да күнделікті өміріңіздің бір шетіне кіреді олар. Мынау өзіңіздің бұрышыңыз болса, үйреніп болған, сіздің келесі бұрыш басқа жанұяңыздың мүшелерінікі болатын болса, ал мына бұрышты келген адамға босатып беруіңіз керек. Сөйтіп қалғандар ығысу керек. Мен сондай неудобстволар болады үйдің ішінде ғана, ағайындардың ішінде. Ал енді мына жерде мысалға сол автобустың ішінде, сол көліктің ішінде ауырып баратқан адамдар бар. Жаңағы баласына кетіп баратқан адамдар бар. Кешігіп баратқан адам, балабақшаға кетіп баратқан шығар. Енді жедел жәрдемді ол жіберіп тұру керек. Оларды біз сырттан өткізуге тура келді. Оның ішінде секундтаған уақыттар шешіледі, олардың адам тағдыры. Сондайларды біз ол жерде қатты ойландық. Соның бәрін әйтеуір қолымыздан келгенше халыққа көптеп көмектесіп, соны түсіндірме жұмысын жүргіздік енді. Жақсы. Оның бәрін әлеуметтік желіден де, басқа да сайттарында да қарапайым халықтар көрді, риза болғаны анық. Айланып келгенде сол бір қиын сәттерде өзіңіздің басшылығыңызбен отырған Шымкент қаласының полициясы өте әрі әдемі іс-әрекет жасағанына ел куә. Құрметті Ереке, мына енді өзіңіз басқаратын департамент полицияның ауыр күрделі қызметтерін атқарумен қатар көптеген қайырымдылық істермен де айналысады екенсіздер. Осы тұрғыда айтып өтсеңіз өзіңіз. Бұл жаңағы қайырымдылық көрсетуді мен ойлаймын, ол басқарып отырған ұжымдыққа ол тәрбиелеудің бір жолы деп. Біз мынау Сайрам ауданындағы 4-ші балалар үйін өзіміз қамқорлыққа алдық. Одан кейін ол кісілерді сол Наурыздың алдында болатын, барып келісіп, одан кейін Наурызға шақырдық. Сол жерде барлық балалар келді, біздің қызметкерлер де келді, жанұялармен, бала шағалармен. Сол бір жанұядай араласып, сол жерде көрдік. Енді сол жерде мана балаларды көргеннен кейін біздің қызметкерлер де оларға жылы ілтипатын көрсетіп, ол енді көп нәрсені мысалы көрмегеннен кейін білмейсіз ғой. Сол жерде көріп, осындай балдардың тағдырларын естіп, кейбір енді тағдырлары қиын ғой балдардың. Соны естіп, жүректеріне жылу ұялап, мен ойлаймын, одан кейін ары қарай жаңағыдай қамқорлықты одан да күшейтті. Сіздің кешіріңіз, сіздің айтып отырғаныңыз, мынау Шымкент іргесіндегі Сайрам елді мекеніндегі, елді мекенде аудан емес. Сайрам елді мекеніндегі 4-ші, осы Шымкент қаласына қарасты. Түсінікті. Сол енді содан кейін қазір енді біздің жігіттер, арнайы жасақтағы жігіттер бар, олардың бәрі әлемде өз орнын тапқан спортсмендер, атақты. Солар қазір барып, ол жердегі балалар үйіндегі балаларды жаттықтырып жатыр. Одан кейін басқа да біздің келіп мұражайды көріп жатыр, басқа да шаралардың бәріне біз ол кісілерді қатыстырып жатырмыз. Мысалы кеше полиция күніне де келіп, олар өз тілектерін білдіріп, өлеңдерін айтып, оларды ол жерде де көп өнерлі балдар бар. Соны неғып жатырмыз. Одан кейін біз өзіміз қаражат жинап, ол кісілердің ана концерттік киімдерін соған көмектестік. Одан кейін
спорттық киімдерді жігіттер өздері ынта білдіріп, әр басқарма бар ғой, солар келіп осындай қылсақ, мынаны неге осы балаларға осындай киім алсақ деп. Бәріне өздері қызметкерлер қазір өздері ынта білдіріп, енді не сияқты болып кетті даже. Ана біздің бір басқарма сияқты бір жиналыстарда анау неғып отқанда, мероприятие болып отқанда, қандай ұсыныстарың бар, тағы не істейміз деген кезде қызметкерлердің өзіне ішіне шығып, жаңағы ана балалар үйін шақырайық та, оларға мынандай істейік, мына жерге апарайық деп ұсыныстар айтып жатыр. Одан кейін полициялардың ішінде өзіміздің не бар екен осы қалада, клуб Добряков деген. Жағдайы нашар семьяларға көмектеседі. Соны біздің қызметкерлер сол жерде тұрады екен. Оны да енді кеше осы жерде жүріп бір-бірімізден зерттеп жүріп енді біліп жатырмыз ғой. Сондай жігіттері бар, қызметкерлер бар. Енді әр салада полиция толық жұмыспен ғана емес, сондай жақсылық, қаланың жақсылық жағына, көркею жағына соған белсене қатысып жатыр қазір. Енді мен ойлаймын, жігіттер уже бұрынғыдай емес, қазір өздері келіп, мынандай болып жатыр, ақылдасайық деп. Көп қаланың ішкі құрылысына қазір, ішкі өміріне қазір көп араласып жатыр. Бұл керемет қой, жаңа өзіңіз айтқандай, енді халыққа жақындаған сайын халықта ықыласы артып, байланыс нығаяды ғой. Мысалы, біздің баспасөзде басылым басшысына тартады деген тәмсіл бар, сол сияқты жаңағы басшысы осындай жан-жақты болса, әрине қызметкерлерді алма сабағынан түспейді дегендей, осындай тірліктерге жақын болады деп ойлаймыз. Құрметті Ереке, енді өзіміз көріп жүрміз, Шымкент полиция қызметкерлерінің жұмыстарын көп адам енді негізінде көретіндер таңертеңгілік түскі мезгілде жаңағы мектептің алдындағы полиция қызметпен тұратынын, жаңағы көшедегі жол патруль полицияның жүретін қызмет атқарып жүретін қызметтерін ғана біледі. Ал енді ел білмейтін, жұрт білмейтін, одан да бөлек қаншама қызметтеріңіз бар. Ол жағында бір құпиялар болмаса, кішкене жұртқа таныстырмай айта кететіндей жағдай бар ма? Енді қазір телеарналарда бәрін көрсетіп жатыр ғой, біздің жұмыста. Өз құпияда қалмады өзі. Енді жаңа ғана көшеден бастайтын болсақ, мына ауысып келген кезінде әкіммен жолыққан кезде әкім айтып еді, осы мектептің алдындағы жол көлік оқиғалары бар ұқсайды, соны балаларға бірдеңе ұйымдастырсаңыздар деп. Содан кейін біз 1 сентябрьден бастап ювенальный полицияның қызметкерлерін мектептің алдарына қойдық. Бірде-бір ол жерде мектеп алдында жол көлік оқиғасы болған жоқ, жіберген жоқпыз. Жақсы жұмыстың нәтижесінде олар? Иә, ол енді жаңағыдегі біздің қызметкерлердің күннің атысына, күннің батысына қарамай, таңның атысына, күннің батысына қарамай, сол өздерінің мысалға кейбір қызметкерлер бала-шағасы басқа балабақшаға, басқа мектепке барады, қызмет орны басқа жерде, ауданда. Соныған қарамай істеп, енді конечно оларда қиналды, оның бәрін білеміз. Бірақ жұмыс сондай болғаннан кейін біз енді көнуіміз керек. Сондай қылып өзінің бала-шағасын апарып тастап, одан кейін басқа кісілердің бала-шағаларына қарап, сөйтіп амандығын қарап, енді даже кейбір кезде біз не қылдық, сонда сіздердің әріптестеріңіз анада тексерген кезде айтып жатыр. Бұрын келіп, баланы мектепке кіргізетін ек, машина қоятын жер таппай қалатын ек дейді. Қазір полиция, ана полицияға бар деп айтып кете береміз деп сөйтіп айтып жатыр енді. Бұл да жақсы үрдіс, сенгендік, сенім артқандық. Иә, сол енді мен де ойлаймын, сол сенім артқандығы. Одан кейін жаңадегі көше бойында тұрып жатқан полицейлер кептелістерді болдырмауға. Мен ойлаймын, қазір қалада кептеліс деген жоқ. Кейбір кезде енді жол көлік оқиғасы болып, анау не қылмаса, төтенше жағдайлар болмаса, ол жол кептелісі болып жатқан жоқ. Одан кейін даже бізде мысалға біреулердің машинасы бұзылып қалса, соған көмектесіп итеріп жолдың шетіне шығару, болмаса эвакуация жасап үйіне апарып тастау, соны біз қазір қолға алып жатырмыз. Өте керемет. Бір ағайынымыз жолда бұзылып тұр екен, одан кейін енді мен форумда емес, азаматтық қасында тоқтап, ой, бауырым, не болды десем, мына машина бұзылып қалды, қазір жөндеп аламын ғой дейді.
тұра тұрыңыз қазір эвакуатор шақырайық десем, ой жоқ эвакуаторға ақшам, мен айтамын жоқ тегін, сіз адресіңізді айтасыз, апарып тастаймыз біз деп. Өте жақсы бастама екен. Соны енді ана кісі түсінбей жатыр да. Мысалға мен ойлаймын, оны бірте-бірте халық үйренеді. Ол қазір мен енді қазір рацияда машинамен жүргенде де кабинетте де рация қойып қойғым, естіп отырамын. Сонда жаңағы полктың басшылары рациямен андай жерде машина бұзылып тұр, эвакуатормен апарып үйіне апарып тастаңдар деп. Соны айтып отқанда. Өйткені көлік көп қозғалып жатқан жерде машина көшіп қалса, адам үзіп шамен қалға түседі ғой. Иә. Сол кейін енді жаңағыдегі енді біз қазір акиматпен ұсыныс жасадық, ол кісілер бір 10-ын әпереміз дейді. Бізде қалада бар жоқ 3-ақ бар. Ол жетісіп үлгере алмай қалады. Оны халық түсіну керек деп ойлаймын. Кейбір кезде ананың машинасын тасып отыр, менікін тасымай жатыр деп ренжуге де болмайды. Бар жоғы мына миллионнан астам халыққа 3-ақ эвакуаторымыз бар. Енді өте аз енді оны. Бұрын облыс болғанда 10 болған екен қаланың. Енді бөлінгеннен кейін 7-еу сойға кетті, 3-ақ бізге қалыпты. Енді ол бірте-бірте болады. Ал енді одан кейін жаңағы құпия қызметкер деп жатсыздар, құпия ештеңе жоқ. Өздеріңіз білесіздер, кісі өлтірімі, жаңағы көшеде адам тонау, сондай ауыр қылмыстар болған кезде біздің жедел қызметкерлер мен тергеушілер жұмыс істейді. Оларды енді жедел қызметкерлер форма кимейді, өз жұмыстарын атқарады. Енді оны жаңағыдегі күндіз түні жүргеннен кейін олардың өз жұмысы ауыр. Ол жағы түсінікті болды ерек. Мына енді өз кезегінде кейбір кездерде біздер көшеде жүреміз, қанша дегенмен үлкен қала кейбір кездерде жарық өшіп қалып, светофорларымыз бағдаршамда істемей қалған тұстарда сіздердің қызметкерлеріңіз келіп жаңағы көшенің қайнап жатқан көліктердің ортасында барып жаңағы көліктер жүйелей бастайды. Сол кездерде кейде жұрттан естіп қаламыз. Осы азаматтардың бұрын түн ішінде әсіресе жарық беріп тұратын таяқшалар болып жатыр. Қазір жалаң қолмен бұлар ары бері бағыттап жатыр, көрмейді. Біреу келіп көшенің қақ ортасында тұрған полицейді қағып кетер ме екен деген нәрселер болады. Енді өркениеттен бізде тәртіптен қашамаймыз. Дегенмен осы бір түнгі қызметтерде қалай жасауға болады сондай белгі құралдарын? Енді оны біз қиындық туғызатыны рас па осы? Қиындық өте қиын ол. Енді өзіміздің жігіттерге де жаңа айтамыз, абайлап тұрыңдар. Енді кімнің қандай жағдайда келетқан қайдан білейік? Біреу ауырып келетқан шығар, біреу ішіп алып келетір ма, жаңа байқамай алу керек. Өз өмірлерін өздерін қараңдар деп. Одан кейін сол көше кептелісті реттеп тұрған жігіттер екеулеп тұрады. Қасына әдейі қойып қойғанбыз, соны қарап бір-бірінің қауіпсіздіктеріне қарап тұрыңдар деп. Енді, конечно, бұрынғыдай емес, біз енді ана таяқшаға үйренген едік. Қазір енді қазіргі бұйрық бойынша үстіне жарыққа не қылатын, шағылыстыратын кеудеше ғана бар. Дегенмен оны қосымша екінің бірінде ондай жарық шағылыстыратын жолақ киген киімдер көп екінің бірінде. Дегенмен түнгі қызметте жүргендерге осы мәселені шешілсе дұрыс болар еді деген қарапайым халықтың да қаупі бар. Бұл енді орынды шығар өз кезегінде. Енді құрметті хабарымыз соңына қарай таяп келе жатыр. Енді жаңа халық пен жұрттың ашықтық мәселесін айттыңыздар. Ерте кездерде осы полицияға көмектесетін халық жасақшылары дегендей көмекшілер қарапайым тұрғындардың тартып жұмыстар болушы еді мысалға да. Осындай бір мәселелер қазір сәннен қалды ма жоқ әлде қажетсіз ба жоқ әлде бар ма сіздерде осы мәселе? Біз өте жақсы мәселе. Біз оны қазір көтеріп жатырмыз. Көп жерлерде мысалға тәртіп бұзылған кезде миллиондық қалаға 2,5-ақ полицей бар. Бәр жерге үлгере алмайды. Ал енді тәртіп бұзылған жерде мысалға түсіріп қазір жіберіп отыр. Суретін түсіреді, жаңағы WhatsApp-пен, әлеуметтік желілермен жіберіп жатыр. Мысалға біз сол кісілермен жұмыс істеп жүрміз. Ана күні бір қария келген екен, анау автобус дейді, сигналды жай бер десем, одан бетер қатты беріп, өзім мазам болмай тұрады, әбден мазамды қашырды деп 3-4 жаңағыдегі несін шағымын айтып келген екен. Біз ол кісіні қабылдап алдық. Содан кейін сол кісіге айттық, сіз бізбен жүріңіз. Жаңағыларды барып, автобус тәртіп бұзушыларды барып,
протоколын толтырып айыппұл салды. Кейбіреуін жаңа қариямыздың өзі босап, ойбай мынаның бала шағасы бар екен, әйелі қасында отыр екен, аяғы ауыр екен, кешіре салайық деп, сондай қылды. Жарайды, онда кешіре салайық. Ал енді жаңағыдай тәртіп бұзушылық, қоғамдық тәртіп сақтауда бізге ондай белсенділер керек. Осы мәселені қолға алатын болсаңыздар, біздің де мына телеарнамыз үлкен-үлкен мекемелермен жұмыс істеп, істейтін болсаңыздар, біздің арнамызда үлкен армиясы бар, 100 адамдық мекеме. Біз сіздермен атсалысуға әрдайым келісер едік. Құрметті Ералы Мұсайұлы, біздің арнадан шақыртуымызды қабыл алып, студиямыз келген сөз сізге алғыс айтамыз. Мына хабарымыз аяқталды. Осы хабардың соңында елге жұртқа айтамын деген бір ауыз тілегіңіз болса, мархабат. Енді елге көкеде жүрген нәрселер бір-біріміз сыйлайық, бір-біріміздің мазамызды алмайық, бір-бірімізге көмектесіп тұрмаймыз ба? Осы қала біреу-ақ, осы тұрғындар бізге сырттан ешкімге көмектеспейді. Өзіміз бір-бірімізге көмектесіп, осы қаланың жақсартуын, тәртібінің орнатылуын, қаланың байуын, осы халқымыздың, қаланың тұрғындарының әлеуметтік жағдайын көтеру бәрі өзіміздің қолымызда. Егер бәріміз көптеп көтерсек, сол жүк бәрімізге жеңіл болады. Конечно, жаңадегі біреудің кемшіліктерін бұзылып жатқан жерде өзіміз ескерту жасап, түзеп тұрсақ, бұл ойлаймын, жаңадегі дамып кеткен қалалардан еш жері кем емес Шымкент қаласы. Мүмкіндіктеріміз бар біздердің. Ол мүмкіндіктеріміз өте көп деп ойлаймын. Соны жөндеп пайдаланбай жүрміз. Жақсы екен. Алдағы уақытта қарапайым бұқарада ескерер, өйткені сіздердің тараптарыңыздан халыққа жақындаудың алғышарттары жасалды, жасала береді де, сондықтан бірлесе жұмыс істеуге біз үндейміз. Ал құрметті Ералы Мұсайұлы, тағы да өзіңізге сындарлы сұхбат берген үшін алғыс айтамыз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Алдағы уақыттарда сіздермен бірлесе жұмыс атқаруға баршамыз рұқсат болыңыз. Өйткені бұл елдің, жұрттың ортақ мүддесі. Құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымызға келген қонақты хабар соңында тағы бір таныстырып өтсек, Ералы Мұсайұлы Жолмұхамбетов болатын, бұл кісі Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығы. Хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.